Сәлем достар, бұл видеода мен сіздерге қазір крючокпен тоқудың ең кең тараған узорын көрсететін боламын. Ол үшін де біз мынандай кольцо амигуруми жасап аламыз. Жіпті мына екі саусағымызға ораймыз, крючокты өткіземіз, и мына жіпті тартып аламыз. Осылай тарттық. Крючокта бір петля. Қазір бірінші алдымен воздушный петли жасап алу керекпіз. Міне біреу өткіземіз, былай аламыз да өткіземіз. Екеу, үшеу, төрт, бес, алты, жеті, 8, 9, 10, 11, 12. Мен сіздерге жай ғана образец тоқып көрсетемін қазір. Столбик без накида. Міне, мен қазір 12 воздушный петля тоқыдым. Тағы да бір воздушный петля подъема жасаймыз. И мына бірінші емес, келесі петляға крючогымызды кіргізіп, мына жібімізді тартып аламыз. Крючокта екі жіп, екі петля, мынау жұмыс жібін қолдағы былайынан алып, екеуінен де бірдей өткіземіз. Бізде осындай петля пайда болды. Енді тағы да келесі узорымызды, келесі петлямызды жасаймыз. Мынау арғы қабырғасынан өткізіп, міне крючокта екі жіп, екеуін бірдей өткіземіз. Мынау арғы қабырғасынан өткізіп, жұмыс жібін тартып аламыз. Крючокта екі петля, екеуін бірдей өткіземіз. Осылай жасай бересіздер. Арғы қабырғасынан өткіземіз. Крючокта екі петля, жұмыс жібін тартып аламыз. Кейде осылай шатасып кетеді. Бұндай шатасқан жағдайда басынан жіпімізді шешіп, басынан қайта тоқу қажет болады. Осы кең тараған узор. Бұл узорды кардиган, жемпірлерге, шапкаларға тоқсаңыздар болады. Ең оңай узорлардың бірі. Қатардың соңына келдік. Қатардың соңына келдік. Біз жібіміз аяқталды ғой. Тағы да бір воздушный петля подъема көтереміз келесі қатарға өту үшін. Енді бұлай тоқымамызды бұрамыз. Міне, тоқымамызды бұрып, жаңа біз тек қана бір қабырғасынан өткіздік қой. Қазір екі қабырғасынан да өткізіп тоқимыз. Себебі бұл екінші қатар. Бірінші қатарда бізде екі қабырға жоқ тұғын. Екі қабырға бар, бірақ оның тек қана арғы қабырғасынан тоқылуы қажет. Ол сондай заңдылық. Екінші қатарда екі қабырғасынан бастап тоқимыз. Міне. Тура жаңағы узор. Міне бір, екі. Осы екі қабырғасынан да аламыз. Астынан. Міне. Төбесінде екі. Біз мынау астынан өткіземіз. Жұмыс жібін тартып аламыз. Астынан өткіземіз. Жұмыс жібін тартып аламыз. Екі қабырғасының астынан өткіземіз. Жұмыс жібін тартып аламыз. Менде мынау 5-ші номерлі крючок және де жіп Alize Gold Classic. Мен бұны бұлай орап тастадым. Осылай ораған маған ыңғайлы.
міне ешқандай қиындығы жоқ. Алғашында қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ та кейін уже қолыңыз үйреніп кетеді. Мынау ең соңғысы. Оппа, міне. Ең соңғысын тоқыдық. Енді тағы да петля подъема. Тоқымамызды бұрамыз. Бір жұмысты бастамас бұрын осындай образец тоқып, қолдарыңызды жаттықтырып алғандарыңыз дұрыс негізі. Сонда киімдеріңіз әдемі болып шығады. Бір воздушный петля подъема көтердік. Қайтадан осылай екі қабырғасынан да алып тоқи береміз. Міне. Сіздерге 12 воздушный петлядан 3 қатар образец тоқып көрсетемін. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер деген өтінішім бар. Менің каналымның дамуына үлес қосқандарыңызды қалаймын. Егер де сіздерге пайдалы болып жатсам, сабақтарым ұнап жатса, каналыма тіркеліп, тоқымаға қызығатын достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Негізі көбіне осы декретте отырған аналар тоқып бастайды. Міне. Осындай узор шығады.